Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі қарастыратын тақырып орысшадан қазақшаға аудару кезінде жіктік, тәуелдік жалғауларын орын тәртібі бойынша қолдану. Қазір етістіктің көсемше тұлғасы а, е, и, ып, іп, п, ма, ме сұраулықшылауларымен тіркескенде үшінші жақтың жіктік жалғауын түсірмей қолдану кеңінен таралып жүр. Бұл қате үрдіс. Себебі етістіктің көсемше тұлғасы ма, ме сұраулықшылаулармен тіркескенде үшінші жақта жіктік жалғаусыз қолданылады. Барды ма емес бара ма, келді ме емес келіп пе. Мысалы, антибиотиктерді дұрыс қабылдамауда есту қабілетіне әсер етеді ме? Есту қабілетін қайта қайтаруға болады ма? Қате. Дұрысы, антибиотиктерді дұрыс қабылдамауда есту қабілетіне әсер ете ме? Есту қабілетін қайта қайтаруға бола ма? Жіктік жалғау қосымшасының қолданылуына байланысты соңғы кезде жиі байқалып жүрген тағы бір қателік керек, қажет, тағы да басқа. Кейбір модаль сөздерді көсемшелік қызметте қолдану кезінде жіктік жалғауын жалғап айту. Мысалы, бұл істі тезірек орындау қажетпіз. Сен кітапты уақытында әкелу керексің. Бұл қате үрдіс. Мысалы, ақ тайдың асау екенін ұмытып кетсе керек. Дұрыс. Ақ тайдың асау екенін ұмытып кетсек керекпіз. Кетсе керексің. Дұрыс емес. Оқуға қиындықпен түстік. Енді жақсы оқуымыз керек. Дұрыс. Оқуға қиындықпен түстік. Енді жақсы оқу керекпіз. Оқу керексің. Дұрыс емес. Модаль сөздерге жіктік жалғауларын жалғау үрдісінің негізгі осы сөздердің орысша қолданысын қазақшаға тура аударуда жатыр. Нақтырақ айтқанда, орыс тіліндегі «мы должны говорить» деген тіркесті біз айту керекпіз түрінде тікелей аударып қолданудан шыққан қателік. Ескерту. Кей модаль сөздер бастапқы тегіне тартып, толық мағыналы сөздер қызметінде қолданылады. Мысалы, бұл маған керек, қажет кісі, бұл кісі маған керек, қажет. Мен саған керекпін, қажетпін. Сен маған керексің, қажетсің. Көріп отырғанымыздай, мұндай қолданыста бұл сөздер есім сөздер қызметін атқарып, жіктік жалғауын қабылдап тұр. Және одан сөйлем құрылысына ешқандай нұсқан келіп тұрған жоқ. Сондықтан алтындағы қолданыс пен соңғы қолданыстардың айырмашылық заңдылықтарын білмеу қателікке ұрындырады. Қазіргі тілдік қолданыстағы өрескел қателіктің бірі етістікке жалғанып көптік мағынаны білдіретін қ, к жіктік жалғауының орынсыз қолданылуы. Мысалы, бара жатырмыз. Дұрыс. Бара жатырқ. Қате. Дұрысы, оқып отырмыз, оқып отырқ. Қате. Дұрысы, келіп тұрмыз, келіп тұрқ. Қате. Дұрысы, барып жүрміз, барып жүрк. Қате. Бұл қателікті үлкенде, кішіде, қарапайым жұмысшыда, қызметкерде, журналистте, тіпті жаңадан шығарыла бастаған қазақ телесериалдарының кейіпкерлерде еш ойланбастан қолдана беретін болды. Жіктік жалғауының өзіндік орын тәртібін сақтап жазып сөйлегеніміз дұрыс болады.